Сәлеметсіздер ме балалар? 2-ші сыныптың қазақ тілі сабағы бойынша 9-ші сабақ. Тақырыбы и және қысқа әріптердің жазылуы, и әріптері бар сөздерді сауатты жаза білу. 34-ші жаттығу жұмбақты оқып шешімін тауып, и және қысқа әріптерінің айырмашылығын айт. Әжеме өң берген, жиегін көмкерген, етегі желкендей, киім еді ол нендей. Кәнеке балалар тауып көрейік. Әжеміздің бас киімі кимешек екен. Яғни ол жерде, мына жерде оюмен көмкерілген. Өң дегеніміз осы кимешек әжеміздің сұлуландырып, ажарландырып тұр екен. Өң дегеніміз неке осы. Енді и дыбысы бар сөздерді тауып алайық. Жиегін, желкендей, екеуі салыстырайық. Жиегін, желкендей. Ж дауыссыз, и дауысты дыбыс болып тұр. Яғни бұл жерде жиегін дегенде сөз жіңішке, себебі е жіңішке дауысы дыбыс, жіңішке дауысы дыбыс. Желкендей, е дауысты, и дауысыз. Бұл сөзде жіңішке сөз екен. Киім, к дауыссыз, и дауысты, жіңішке сөз. Нендей, е дауысты, и дауыссыз. Яғни бұл да жіңішке сөз екен. 35-ші жаттығу жаңылтпашты оқып, и әріптерінің асынсыз. Балалар жаңылтпашты жаттап алайық. Бейсенде бар сеңсең тон, сейсенде бар сеңсең тон, кигендері өңшең тон. Яғни тонның суреті неге. Балалар болсын, үлкен адамдар болсын, қысты күндері осы тонды киеді екен. Өте жылы. И дыбысы бар сөздерді тауып алайық. Бейсенде, сейсенде, яғни е дауысты дыбыс, и дауыссыз, асынсыз қоямыз. Е дауысты, и дауыссыз. Кигендері к дауыссыз, и дауысты. Яғни бұл үшеуі жіңішке сөздер екен. Себебі е жіңішке дауысты дыбыс, не көріп тұрғандарыңдай, дыбысы бар мына жерде. Сондықтан бұл жерде үшеуі и дыбысы жазылады екен. Енді шығармашылық үзіліс дегенде Айжанның әшекей бұйымдар салатын қобдишасына идан басталатын сөздер түсіп кетіпті. Соларды табуға көмектес. Яғни и дыбысы бар сөз жұмбақта бірінші бір әр балалар тек қана мына жерде жазылған сөздерді емес, сонымен қатар өздерінде қосымша айтуға болады. Мысалы, бірінші и дедік, екінші ит, ине, ирек, иссу, инелік. Неге біз Айжанға көмектестік. Келесі 37-ші жаттығу и және қысқа әріптер бар сөздерді қатыстырып, жағдаяттан шығып көр. Димаш дене шынықтыру сабағына киетін аяқ киімін жоғалтып алды. Ол, менің аяқ киімім жоғалды. Ол өте қымбат тұрады. Оны әке-шешем туған күніме сыйлаған болатын. Табуға көмектесіңдерші деген мазмұнда хабарландыру жазды. Осы хабарландыру арқылы ол аяқ киімін таба ала ма? Таба алмаса, сен хабарландыруды қалай жазар едің? Балалар, бізде Димаш сияқты шағын ғана хабарландыру жаздық. Дене шынықтыру сабағына киетін аяқ киім жоғалды. Түсі қоңырқай, өлшемі 36. Ата-анам әперген сыйлық болғандықтан өзіме қымбат. Тапқан адамға сүйіншісі бар деген осында шағын ғана біз хабарландыру жаздық. Тауып алған адам астындағы жаңағы Димаштың телефонының нөміріне хабарласады. Кәнеке балалар, қалай ойлайсыңдар? Аяқ киім табыла ма екен? Аяқ киім табылады, себебі ол дене шынықтыру сабағында жоғалған болатын, далада емес. Сондықтан Димашқа біз көмектестік деп ойлаймыз. Ендеше балалар, бүгінгі сабағымызды қорытындылаймыз.